Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Кәрім. Бүгінгі видео өте ерекше. Бүгін мен сіздерге менің қалай қас сызатынымды көрсететін боламын. Короче, қас сызу негізі оп-оңай. И көбісі кішкене емес, короче, дайретме кейбір қыздар жазды, типа, сен қасыңды қалай сызасың, пожалуйста, туториал. Менде көрмес бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші, бұл бізде Kali Girl, бұл бізде оригинал емес, бұл бізде подделкасы, Каспидің 800 теңгеге алдым. Сіздерге небәрі 1000 теңге кетеді қастарыңызды істеуге. Бірінші Kali Girl'ның палеткасы және де Яраның гель для бровей. Бірінші біз Яраны аламыз, және де кисточкамен. Мен осы палетканың кисточкасын себеремін. Осылай аламыз. Сосын қасымызды көтереміз. Менде қасым көтерейік, давайте. Қас құлап кетеді. Короче, мына аласыздар. Мына. Бірінші естіп төбеге көтеріп аласыздар. Негізі люкс визажбен көтерсеңіздер де болады. Міне. Осылай көтересіздер, потом жанға қарай, бұлай жанға қарай істейсіздер. И астын төбесінен бетіп істейсіздер. И ұшын бетіп істей саласыздар. И все. Қасымды көтеріп алдым мына қасымды. Енді біз Kali Girl'дың осы ортасында тұрған палеткасымен қасымызды бояп шығамыз. И осылай аласыздар. И былай істейсіздер. И потом, егер көп кетсе, қолдарыңызға бүйтіп жағып аласыздар. Міне. Қазір дұрыстап көрсетейін. Қасты, айнаны былай аласыздар да. Бірінші шет жақтарын бүйтіп істеп шығасыздар. И ортасын, міне шет жақтарын осылай істеп шығасыздар. Самый главное, достар, это қап-қара болып қалмаса болды. Өздеріңіздің оттенктеріңізбен істесеңіздер болады. Осылай істейсіздер. Міне көрдіңіздер ме? Менде уже мынандай қас шықты. И енді мына жерін қастың бізде осылай шықты. Қазір енді ұшын бүйтіп алдыңғы жағын былай көтересіздер. Міне осылай көтересіздер. Ну, типа, это естественный болу үшін осылай алып, қайта мына жерін бүйтіп істей саласыздар. Міне. Қас істеу өте оп-оңай, достар. Білмеймін, басында маған реально қиын болды. Одан кейін барып туториалдарды өте көп көрдім. Одан кейін барып мен үйреніп кеттім. Қасымызды тура жаңағындай бірінші үстіге көтереміз. Үстіге прям максимально үстіге көтереміз. Потом жанға қарай бүйтіп жібереміз. Міне. Жаңа қарай жібергеннен кейін үстінен алып, осылай істейсіздер. Негізі мен көп қас сызбаймын. Даже сызбаймын десем де болады, потому что бізде, короче, завучлар көбейіп кетті да, и жаңадан завучлар келді. И мен мектепке вообще боянғым келіп жүрген жоқ. Мен уже аз боянып жүрмін. Жаңағы Kali Girl'дың осы ортасындағы оттенкті алып, қайттан алып, васа. Всегда мешать етеді. Жаңағындай енді мына жерлердің можете отойти
отойдите, пожалуйста. Спасибо. Так. Аластар жаңағы ұшынан бастап сызасыздар. Міне. Ұшынан бастап сызасыздар, одан кейін барып уже былай. Муфаса. Муфаса, не мешайте, пожалуйста, нам. Мы снимаем. Муфаса. Мне. Рахмет. Мне ана жерінен енді ішін қарай бояйсыздар. Сыртын бояп болғаннан кейін ішін тоже бояйсыздар. Добрые песни. Какая картина. Міне достар, менің қасым бітті. Мінеки. Сол қалай көрсетсем болады. Міне менің қасым бітті. Осылай оп-оңай саласыздар. Енді келесі видеода мен кірпікті қалай жабыстыру керек екенін көрсететін боламын. Осы жерге шейін көргендеріңізге көп рахмет. Осы жерге шейін көргендеріңізге көп рахмет. Және де достар, біз наконец-то 80 подписчикке жеттік. Енді достар, 100 подписчикке жеткізіп тастайық. И 100 подписчиктен кейін мен қызықты челлендждар түсіретін боламын. Әртүрлі қызықты челлендждар түсіремін. Уже мен пландап қойдым. Осы жерге шейін көргендеріңізге көп рахмет. Всем пока.